болса да. Мен жетіммін. Жетім болғанда да бір жайлаудан туылдым. Менің шешем бір компанияның директорына, мен әкем де қотақбас, еркектің жәлебі әкем де. Бір компания үшін мен шешем пайдаланды. Қолында билігі мәңгі бақи тұрады деп ойлады. Бір компанияның 21 этажды компанияның директордығын қотақбас, ол да өліп қалды. Қотақбастар. Ал мен қалдым түбінде. Ал оның басқа еркектің жәлебі ол. Басқа бір қызбен қосылды, сікті соны, ұл тудырды. Ал ол менімен дауласып жатыр қазір, компанияның акциясының маркаларын бермей жатыр маған. Бірақ ол маған тиесілі. Мен оны өлтіремін. Пидар, өлтіремін шешеңнің ама.